Ана тілі бірінші сынып, 13-ші сабақ, жуан және жіңішке айтылатын сөздер. Бірінші жаттығу тақырыбы бойынша мәтіннің мазмұнын болжа. Мәтінді тыңда. Әдепті балалар. Жақында Асан атаның баласы қалаға көшіп кетті. Оқушылар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесуге келісті. Толағай, ұлдар мал күтуге көмектессін, ал қыздар үйді тазаласын деді. Балалар күнде ата мен әжеге көмекке келді. Өркендерің өссін, халыққа қадірлі азамат болыңдар, деді Асан ата. Әсем әже дастархан жайды. Ол бірлік пен татулықтарың үшін ризамын дейді. Мәтіннің авторы Әдібай табылды. Ал енді балалар, осы мәтін бойынша сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап берейік. Балалар қандай қамқорлық жасады? Балалар Асан ата мен Әсем әжеге көмектесті. Әже оларға не деді? Әже оларға бірлік пен татулықтарың үшін ризамын деді. Әдепті балалар сөздерінде неше дауысты дыбыс бар? Олар қалай естіледі? Жуан ба, жіңішке ме? Әдепті сөзінде 3 дауысты дыбыс бар, яғни ә, і. Олар жіңішке естіледі. Ал балалар сөзіндегі 3 дыбыс бар, бұлар дауысты дыбыстар. Бұл дыбыстар жуан дауысты дыбыстар. Екінші жаттығу мақалды жадқа жаз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, сөз жуан айтылады. Мысалы, айна, жылқы, сауысқан. Бұл сөздерде сөздер жуан айтылып тұр. Себебі ондағы дауысты дыбыстар жуан дауысты дыбыстар. Үшінші жаттығу моншақтардағы сөздерді оқы. Сөздердің айтылуына назар аудар. Оларды түсіне қарай топтастыр. Бір сөзбен қалай аталатынын айт. Ең алдымен сөздерді оқып шығайық. Арыстан, шағала, жолбарыс, қой, қарға, бота. Сөздерді оқып шықтық. Енді балалар осы сөздерді топтастырамыз. Бірінші сары моншақтағы сөзді оқимыз. Арыстан. Енді келесі сары моншақтағы сөзді оқиық. Жолбарыс. Арыстан, жолбарыс деген сөздер. Демек, бұлар аңдар. Бір сөзбен айтқанда аңдар деп аталады. Келесі көк моншақтағы сөз шағала. Ал екінші көк моншақтағы сөз тобыламыз, ол қарға. Шағала, қарға. Бұлар бір сөзбен қалай аталады? Бір сөзбен құстар деп аталады. Яғни аңдар, құстар. Келесі қызыл моншақ қалды. Қой, бота деген сөздер. Бұлар жануарлар, қой, бота. Бұлар үй жануарлары. Міне балалар, аңдар, құстар, жануарлар деген 3 топқа топтастырдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып және де каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.